Айтпақшы айта салайыншы. Ұшар кезде мына 5 нәрсені жасамаңыз. Бірінші, ұшуға 5-10 минут қалғанға тақалып барып жүрмеңіз. Айналайын, бұл пойыз емес, 1 сағат, 2 сағат бұрын ерте бару керек. Керек десеңіз, әсіресе үлкен әуежайлар болса, халықаралық рейстер болса, ерте бару керек. Әйтпесе ұшағынан қалып кетесің. Мен бір ағам сөйтіп қалып кеткен. Екіншіден, қол жүгі дейді ғой, ручной клатч. Соған 100 мл-ден асатын сұйық заттарды салмаңыздар. Әсіресе қымбат бір боянатын заттар, иіс сулар деген сияқты мен көзімше мен бір группаластарын қоқысқа тастап атқан сондайшы. Өйтіп жасамаңыздар. Оны қол жүгіне салсаңыздар болады. Ал енді үшіншіден, керісінше қол жүгіне powerbank деген сияқтандай жанып кетуі мүмкін сондай заттарды, багаж дейді ғой, жүкке салуға болмайды. Және де төртіншіден, сол тексеріп атқан кезде бір ойнап болса да, әзілдеп болса да андай бір терроризм, бомба деген сөздерді айтып жүрмеңіздер. Жарайма, ол сізден бірден қамап, сізді жолыңыздан қалдырып тастайды. Осыларды ескере жүріңіздер. Егер қызық болып жатса, видеоға лайк басып қолдап отырыңыздар, жалғасын тағы да саламын.